Тараз қаласы номер 42 орта мектептің 6 сынып оқушысы Оразалы Айбике. Менің ғылыми жобам тақырыбы вермикулиттің көшет өсіруде және жылыжайларға қолдануы. Бұл ғылыми жобада вермикулиттің қияр ұрықтарының өсуі әсері зерттеледі. Вермикулит табиғи минерал, оның ылғалын сақтау, топырақтың құрылымын жақсарту және өсімдіктерге қоректік заттарды біртіндеп жеткізу қасиеттері бар. Жоба аясында вермикулит қосылған және қосылмаған топырақтардың көшеттер топырақтар қияр ұрықтарын егіліп көшеттерді өсіріледі. Жобаның өзектілігі ауыл шаруашылығында, бау-бақша жұмыстарында, тіпті үй жағдайында көшет өсіруде вермикулиттің қолдану артықшылықтары зерттелуде. Жобаның мақсаты вермикулиттің топырақтағы көшеттер қалай әсер ететіні тәжірибе арқылы көрсеттік. Жобаның міндеттері: біріншісінде вермикулит қасиеттері туралы ақпарат жинадық. Екіншісінде вермикулит қосылған және қосылмаған топырақтар көшеттер өсіру арқылы салыстырдық. Үшіншісінде тәжірибе нәтижесінде алынған мәліметтерді талдап қорытынды жасадық. Зерттеудің практикалық маңыздылығы: осы ғылыми жобада вермикулит қасиеттерін терең зерттеу, өсімдіктерге оң әсерін беретін тәжірибе арқылы көрсеттік. Бұл зерттеу таза және тиімді әдістерді қолдану арқылы өсімдіктерді өсуі жақсартуға бағытталған. Топырақты жақсарту. Ол тығыз топырақты босауына ықпал етеді. Бұл тамырлардың еркін өсуіне мүмкіндік береді. Экологиялық тазалық. Вермикулит табиғи материал болғандықтан, ол өсімдікке ешқандай зияны келтірмейді. Қолдау аясы: ауыл шаруашылығы. Көшеттерді өсіруде өсімдіктердің тамырларын қатайтуға көмектеседі. Құрылыс. Жеңіл құрылыс материалдарын өндіруге арналған. Бау-бақша. Тұқымдарды өсіруге, көшеттер отырғызу және бөлме гүлдерін баптау үшін. Мал азығы. Кейбір елдерде мал азығына береді, себебі ол қоректік заттарды сақтайды. Физикалық сипаттамалар көрінісі. Ол қыздырылғаннан кейін вермикулит жеңіл, ұсақ қабаттардан тұратын үлпілдек құрылымға ие болады. Түрі: түсі сыр, қоңыр немесе алтын түстес болады. Тығыздығы: өте жеңіл болады. Ылғалдығын сіңіру қабілеті. Ол өзіне көп мөлшерде суды сіңіреді, оны ұзақ уақытқа дейін жеткізеді. Вермикулиттің өсімдіктерге пайдасы. Біз 4 түрлі жағдайда көрсеттік. Көшеттерді өсіру. Вермикулит тұқымның жақсы өсуіне және тамыр жүйесінің нығаюына ықпал етеді. Екіншісі, құрғақшылықта көмектесу. Топырақтағы ылғалдығын сақтап, өсімдіктер аман қалуына көмектеседі. Үшіншісінде, тыңайтқыш тиімділігі. Вермикулит тыңайтқыштарды біртіндеп босата отырып, олардың тиімділігін арттырады. Төртіншісінде, топырақтың тығыздануын болдырмауы. Ауыр топырақты жеңілдетеді. Бұл өсімдіктердің аман қалуына көмектеседі. Вермикулит көшеттерінің өсуіндегі құпиясы. Мен күнделік арнадым. 1-ші күні, 4-ші күні, 10-ші күні, 20-ші, 30-ші күні бақылап отырдым. Егер 1-ші күнге келетін болсақ, қияр аралығын ектім. Вермикулитпен 200 мл су құйдым, көшет саны 9 дана болды. Ал 1-ші күні қияр аралығын еккенде вермикулитсіз 200 мл су құйдым. Көшет саны 9 дана болды. Екеуін де жаңадан отырғыздым. 4-ші, 10-ші, 20-ші және 30-ші күні бақылап отырдым. 30-ші күнге келетін болсақ, қияр көшеті вермикулитпен 200 мл су құйдым. Көшет саны 10 дана болды, өсімдік биіктігі 23 см болды, жапырақ саны 5 дана болды, көлемі см, жапырағы жасыл, топырағы жұмсақ және ылғалды болды. 30-ші күні қияр көшеті вермикулитсіз 300 мл су құйдым, себебі оның топырағы құрақ, қатты болды. Көшет саны 8 дана болды, өсімдік биіктігі 12 см болды, жапырақ саны 4 дана, көлемі 2 см болды. Тәжірибені жасау кезеңдері және әдістері.
Мен ғылыми жобада екі бірдей мөлшерде ыдыс алдым, бақша топырағын алдым, вермикулит алдым, су өлшегіш алдым, және сызғыш алдым, және мен өзіме бақылау күнделігін алдым. Біріншісіне мен вермикулитпен топырақты араластырдым, екіншісіне жай бақша топырағын қойдым. Біріншісіне қияр ұрығын ектім, екіншісіне де қияр ұрығын ектім. 9 данадан екеуіне ектім. Мен әр күн сайын 200 мл судан құя бастадым. Екеуінде де биіктігін өлшеп отырдым, жапырақ санын жазып отырдым, және топырақтың ылғалдығын көріп отырдым. Егер қорытындыға келетін болсақ, вермикулитпен жапырағым өсімдігім тез өсті, және жапырағы да көбейді, топырағы да ылғалды болды. Ал вермикулитсіз жапырағы кіші болды, биіктігі кішкентай болды, жапырақ саны аз болды, және топырағы қатты болды. Мен қорытынды жасай келе, вермикулит қосылған және қосылмаған топырақтағы өсімдіктердің биіктігін салыстырып, жапырақ санын есептеп, егер топыраққа вермикулит қосылса, онда өсімдік тез дамып, тез өседі және оң әсерін береді. Вермикулит заманауи тиімді құралдың бірі. Ұсыныс жасай келе, жеке бақша мен бөлме гүлдері үшін өте қажетті зат, ауыл шаруашылығы үшін өте керек зат, ал экологиялық тұрғыдан өте маңызды зат. Мына кестедегі вермикулит қосылған және қосылмаған топырақтағы өсімдіктердің нәтижелері көрсетілген.